Армысыздар, қадірменді қауым. Кеш жарық. Тағы да ұлыстың ұлы күні Наурыз мейрамымен құттықтаймын. Мол бақыт, шексіз денсаулық, отбасыларыңызда тек қана қуаныш пен тату тәттілік болсын. Бұл бейнемді мен тағы да мемлекет басшысына жолдағым келіп отыр. Егерде сіз біле білсеңіздер, бұл 22-ші наурыздан және 22-ші сәуірге дейін бұл түркі әлемде мына көбінесе тәңіршіл адамдар біледі. Бұл отамал айы, қасиетті айы. Бұл айда әруақтарға баталар бағышталады. Жаңағындай шелпек пісіріп иіс шығарады. Әруақтарға тағзым айы десе де болады, қасиетті ай. Сол себепті мемлекет басшысы сізден сұраймын, осы 22-ші наурыздан 22-ші сәуірге дейін отамал айын қасиетті қазаққа және тәңіршіл қазақтарға қасиетті ай болғандықтан мейрам ретінде біздің мемлекетіміздің күнтізбесіне енгізуіңізді сұраймын. Біз жаңағындай құрбан айт, немесе орыстардың және христиандардың Рождествосын жаңағындай ресми түрде тойлаймыз, бірақ бұл жаңағындай тәңіршіл адамдарға неге бұл айды тойламасқа деп ойлаймын. Сондықтан түсіністікпен қарауыңызды сұраймын. Бұл жаңағындай ешқандай арандатушылық туғызып отқан жоқпын. Менің ойымша бәріміз заң алдында, дін алдында, Құдай алдында теңбіз. Сондықтан әр қайсымыздың өзіміздің құқықтарымыз жаңағындай қандай құқық болмасын, дінге болсын, қандай жаңағындай салт, дәстүр болмасын, құқылымыз деп ойлаймын. Сол себепті тағы да қайталап айтам, дұрыс түсіністікпен қараңыздар. Бұл ешқандай да бір сырттан келген дін емес. Менің айтып отқан, мен шақырып отқан жоқпын тәңіршілікке. Бұл біздің ерте ата-бабаларымыздан келатқан біздің төл дініміз. Тәңіршілдік, тәңірге бағыну, әруаққа табыну, бұл ешқандай да кәпіршілдік емес.
Егер де өзіңіз тарихтан білсеңіз, ислам діні тек қана 8-ші ғасырдан ғана қазақтың даласына енгізілді. Онда да жартылай, онда да арабтардың қысымымен және шапқыншылығымен енгізілді десе де болады. Бірақ мен өзім төлеңгіт болғаннан кейін, ата-бабаларым тәңіршілікке бағынғаннан кейін осыған келіп отырмын. Бұдан бұрын мен өзім мұсылман ретінде болғам. Ата-бабаларымның әруағын сыйлағаннан кейін, құрметтегеннен кейін тәңіршілікке келіп отырмын. Және де айтарым, бұған енді дұрыс түсіністікпен қараңыздар. Мен ештеңеге шақырып отқан жоқпын. Бұл ешқандай да бір секта емес. Бұл енді басқа да діндерде жетеді ғой, қаншама секталар. Бұл ондай емес. Бұл тек қана әруақтарға тағзым және бейбіт түрде сіздерге жолдама ретінде қарсы алыңыздар. Ешқандай ондай бір жаман қарсылықпен, жаңағындай кесірлікпен қарсы алу керек жоқ. Мен өзім ислам дінін өте құрметтеймін. Өзімнің де отбасымда намаз оқитын адамдар бар. Бірақ енді өзімнің жолым жаңағындай тәңіршілікпен жүріп отыр. Сондықтан мен ешқашанда ешқай дінді кемсітіп не істеп отқан жоқпын. Істеген де жоқпын ондайды. Мен құрметтеймін басқа дін өкілдерінен. Сондықтан сіздер де құрметпен қараңыздар деп шақырамын. Көргендеріңізге рахмет. Және де осы менің сұрап отқан жолдауым басшылыққа дейін жетеді деп ойлаймын. Дұрыс көзқараспен қарауларыңызды сұраймын. Көріскенше жақсы. Сау болыңыздар.